Еуропада Қайрат футбол командасының жанкүйерлері көп. Кеше ғана Чемпиондар лигасының аясында біздің Қайрат командасы кипрлық Пафос командасымен кездесіп 0-0 есебімен матч аяқталған еді. Бельгияның Лёвен қаласында жергілікті Табор әуесқой футбол клубының мүшелері жиналып, алматылық командамен кипрлық Пафос арасындағы Чемпиондар лигасы матчын тамашалады. Айтпақшы, Табырдың ойын формасы сары және қара түсті, Қайраттың жейдесімен түстес. Кездесуді жергілікті телеарнада қызмет ететін бельгиялық журналист әрі футбол жанашыры ұйымдастырды. Қазақстандық спортшыларға қолдау көрсетуге 50 шақты көрермен жиылған. Ойын соңында олар қазақстандық студенттермен достық кездесу өткізуге келісті. Табыр командасы тіпті Алматыға барып, Қайраттың матчын көруге ниетті. Матчты тамашалау үшін арнайы жиналдық. Ойын қиындау өтті, бірақ бірнеше тамаша сәттің куәсі болдық. Маған өте ұнады. Нағыз Чемпиондар лигасына лайық матч дер едім. Өкінішке қарай есеп 0-0 болды. Қарсылас команда қызыл карточка алған сәтте жеңістен үміттенген едік, бірақ болмады. Бұдан бұлай біз Қайратқа жанкүйерміз.